Менің аты жөнім Баязит Қуандық, жасым 73-те. 40 жыл темір жолда жұмыс істедім. Құрметті темір жолшы деген атағым бар. Бірақ темір жолда істеп жүріп, осы іспен айналыстым. Өзім суретші болғым келіп еді, бірақ оған Алматыға алысқа жібермеді үйдің. Сосын осында енді жұмыс істеу керек қой. Темір жолға барып түстім, 40 жыл жұмыс істедім. Сосын бос уақытта қазақи не ұршық дейді, бесік дейді, соның бәрін жасап жүрдім. Ағаштан бәрін жасап жүргеннен кейін, осы домбыра шешетін адамдар айтады, менің домбырамды жөндеп бер деп, реставрация жаса деп. Домбыра жасаймын деген ойымда жоқ. Мен айтым, жасай алмаймын, мен білмеймін домбыраны. Сосын жөндеп домбыралар реставрация жасап, сосын өзім жасап көрейін деп жасадым осыны. Қар өзіме ұнайды. Осы домбыра. Шкатулка жасадым, бәрін табақ жасадым. Бәрін жасауға болады, бірақ бәріне уақыт жоқ. Қазір домбыраның прямоқобыздың нелерін, қораптарын жаса дейді, футлярды. Солар жасап жатырмын, тапсырыстар бар, Аллаға шүкір. Сосын кішкентай домбыраларды жасадым. Совет өкіметі кезінде осында қалалық мәдениет бөлімінің бастығы мен шақырып, домбыра керек, қонақтар келгенде сыйлауға деп. Сосын бір домбыра жасап апарғам, үлкен деп сөйледі. Кішкентай мынандай болса деп, сумкаға салып жүретін. Сосын мынандай үлкен істеп апарғам, істеп апарғам, осы ұнады. Сосын бері осындай жасап отырам бос уақытта. Үлкен домбыралар жасаймын, оның қалдық ағаштардан жасап отырам. Мынау енді қайың, үлкен домбырадан қалған ұсақ тек ағаш. Сосын үлкен кісілер немерелеріне алады, тойға алады сыйлыққа. Сосын шетелге баратырмын деп, басқа ұлт өкілдері де алады, Қазақстаннан деп. Анандай бетіне анандай емблема қазақтың несін, елтаңбасын жасап қойғым. Өзім қазір зейнетке таңертең кешке шейін тұрғаннан кейін осында, күні бойы осында. Бұнсыз тұра алмаймын, өзім ұнайды. Біреулер домбырасын әкеп береді жөнде деп, балаларға домбыра жасаймын, үйреніп жатыр ғой қазір жақсы. Мен аналарды жасап қойдым, олар енді кірейі бәрі киіп еді. Оға дейін кепкенше мен басқаларды жасай берем. Сосын ананың бітірем, солай. Қол бос отырмайды қысқасы. Үлкен домбыра құрастырып қойдым, қайыңнан, бұқтан. Сосын мынандай тақтайды бетіне салам. Осылай. Мынаны бастаған бір 3-4 күн болды. Кеуіп міне. Енді мынадан құрастырам былай, 4 тақтыларды. Жұмысы көп енді, төзім керек. Футляр басқа бәрін дәнеңе жасамасаң, енді бір жұмада жасауға болады. Бір қызыл ағашын жасаған болған домбыра. Осында бір марқұм болып кетті, бір әнші болған. Нұрбасар Рахметхан деген. Ол музейге өткізіп жүрді, Бұқар Жырау музейде недерім бар. Домбырағын соны өткізіп жүрді өзінің. Енді ол әнші әрі композитор өзі. 60 жасында қайтыс болып кетті. Ал бірақ менің совет үкіметінде жасағандарым бәрі өлкетану музейінде жатыр. Қазір көшеде жүргенде менің кішкентай домбыраларда екеуін қолым ұстап жүрмін, қай жерге барсам дағы. Сосын жұрт қайдан алды дейді, сосын менің телефонымды сұрап алады, домбырамды көріп таниды. Алыстан сізді таныдым, домбыраңызбен жүрген деп. Рухани жаңғыру дегенге болды, қареті болып кетті анау. Неге шығарып қойдық дейді, немеді? Әлеуметтік желіге шығарып қойдық дейді. Павлодар облысына бір әртүрлі неден шеберлер жасайтын. Соның ішінде мені ерекше адам деген номинациядан ерекше адам болып атандым. Аллаға шүкір жұмыс істеп жатырмын. Бос отыра алмаймын.